Ассалаумалейкум достар. Бүгін жұма күні 3 сәуір 26 жыл. Кейбір нелер мені ренжітеді, жаңағы земельный болсын, барасын бір нормальный ответ айтпайды. Оны тиктокқа салуға, басқа фейсбук, инста, жаңағы бүкіл жерге салуға мәжбүр боласың. Оны. Мынау не келген? Журналист Астанадан келген. Асхат Ниязов деген. Солай достар. Полиция бола ма? Менің статусым соғыс ардагерлерге теңестірілген деген. Полный законный статус. Мен тиктокқа армияда болған сурет, бүкіл нені дәлелін салып қойғам. Вежливый отношение болу керек. Вежливый. Мынау басшылардан. Земельный бола ма? Полиция бола ма? Бұлар бас салып, не қылады жаңағы? Ойлайды адам мынандай бір не істеуге болады, омен любой нәрсеге істеуге болады деп ойлайды да. Оған бірінші направление керек мысалы. Сосын басқа ол бір айға госпитализация, оның жауапкершілігі болу керек. Одан кейін ол адам шығады, одан кейін ол прокуратураға барады, собственный безопасностьке барады, Түркістанға, Ерубаева көшесіне барады. Бұлар ойланбайды да. Сосын андай земельный болады, маған келеді да, ана тиктокқа сап қойыпсын, сотқа бере сотқа. Мен статусым сондай, 20 жыл соттасасын, мен жыл минимум. Чё ты мне пугаешь, сотқа берем деп. Мен былай бұрам, былай бұрып тастайым, былай бұрам. Аптен, ты земельный боласың ба? Сен нені мүгедек адам келді ма? Оған тиісті нәрсенді жаса. Выпендриваться етпе. Полиция боласың ба? Вежливо кел, адам сияқты. Корочканы көрсет, басқа. Бас салып жаңағы қорқыту, ондай болмайды 21 ғасырда. Бүкіл әлемге жария етем, бүкіл әлемге. Так что давайте жить дружно дейді ғой. Кеше бір полиция келді, өте жақсы полиция. Анау неге түсірген, Жамбол Рахматулла оны түсірген, Байтереков көшеде. Алып тасташы мен видеомды деді, адам сияқты, как ол өте жақсы полиция. Мен атын айтпай қояйын, тағда ренжіп қалады. Мен сразу оны алып тастадым. Жарайды аға, мен сізді жарнама ретінде сап қойып ем деп сөйтіп айттым оған. Жарнама ретінде, потому что сіз жас боп көрінесіз, видеода әдем боп көрінесіз деп. Мынау мен достар. Так, мынаяқта қайсы деп ойлайсыңдар? Біз үш бала, үш қыз. Қай жерге камера келеді, сол менмін. 1, 2, 3 басталды.